Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үйде тұрған ашып кеткен сүттен құймақтар дайындайтын боламыз. Ендеше менімен бірге соңына дейін болып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен шамамен 4-5 ас қасықтай қантымызды саламыз. Жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап шанышқымыздың көмегімен араластырып аламыз. Үстінен шамамен 40 граммдай сұйық майымызды құямыз. Тағы да шанышқымыздың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен ашып кеткен салқын сүтімізді құямыз. Егер ашыған сүт жоқ болса, ашымаған сүтпен де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, ыдыстың үстінде жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық массамызға ұнымызды саламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Аз-аздан салып отырып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, үстінен қайнаған ыстық суымызды құямыз. Мінекей бізде осындай масса дайын болды. Осы кезде табаларыңызды қыздырып алыңыздар. Табамызды майлап отырып, осылай блинчигімізді құйып пісіріп аламыз. Құймақтарыңыз басында бірінші, екінші дұрыс шықпауы мүмкін. Ол қалыпты жағдай. Қолыңыз үйренген соң, әрине осындай әдемі болып шығатын болады. Барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Құймақтарыңызды міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.